Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің математика сабағымызда санды және әріпті өрнектермен танысамыз. Ортақ тақырып күн мен ай. Бұндағы оқу мақсаттары санды және әріпті өрнектерді түрлендіру, айнымалысы бар өрнектерді құру және есептер шығару барысында қолдану. Осы сабағымызда санды және әріпті өрнектерді түрлендіреміз. Әріптердің берілген мәнінде бірнеше айнымалысы бар өрнектердің мәнін табуды үйренеміз. Жаңа тақырыпты түсіндіру мақсатында екінші тапсырмаға назар аударайық. Үш бірдей айнымалысы бар үш қосылғышты көйдеу түрінде ықшамдауға болады. X 3 рет берілген. Олай болатын болса, осы өрнекті 3x деп ықшамдаймыз. Жауапты тексерейік. Жауабымыз дұрыс. Келесі өрнегімізге назар аударайық. Екі көбейткіштің айырмасын ықшамдау үшін белгілі көбейткіштерді азайтып, белгісіз айнымалыға көбейтеміз. Сонда өрнектің мәні 5y болып ықшамдалады. Жауабымызды тексерейік. Жауабымыз дұрыс. Келесі өрнекке назар аударайық. Бұл өрнектерді ықшамдау үшін көбейтудің үйлестірімдік қасиетін басшылыққа аламыз. Жақша ішіндегі қосылғыштарға айнымалыны жеке көбейтеміз. Яғни 4y-ге 5y-ті қосамыз. Өрнекті ықшамдаудың нәтижесі 9y болады. Келесі өрнегімізге қарайық. Бұнда айырманы айнымалға көбейту үшін азайғыш 10 мен x-тің көбейтіндісін азайтқыш 6 мен x-тің көбейтіндісі түрінде аламыз. Өрнектің ықшамдалған түрі 4x болады. Жауабымызды тексерейік. Жауабымыз дұрыс. Келесі өрнекке назар аударайық. Өрнекте айнымалар әртүрлі болғандықтан, бұл өрнек ықшамдалмайды. Сонымен балалар, өрнекте айнымалар бірдей болғанда ғана ықшамдалады. Әртүрлі айнымалысы бар өрнектер ықшамдалмайды. Осы білімімізді басшылыққа ала отырып, оқулықтың 29 бетіндегі үшінші тапсырманы орындаймыз. Тапсырма берілген өрнектерді ықшамдау. Берілген өрнектердегі айнымалылар бірдей болғандықтан, барлығы өрнектер ықшамдалады. Бұл тапсырманы балалар өз беттерімен орындайсыздар. Тапсырманы орындап болсақ, жауаптарын тексерейік. Бірінші өрнектің ықшамдау мәні 4d. Жарайсыздар. Екінші өрнектің ықшамдау мәні 3v. Өте жақсы. Үшінші өрнектің ықшамдау мәні 4c. Жарайсыздар. Келесі бағандағы бірінші өрнектің мәні ықшамдау мәні 19v. Келесі өрнектің ықшамдау мәні 65a. Келесі өрнектің ықшамдау мәні 14s. Өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі бағанымызды қарайық. Келесі бағанымыздың бірінші өрнектің ықшамдау мәні 31p. Келесі өрнектің ықшамдау мәні 33p. Соңғы өрнегіміздің ықшамдау мәні 7p. Жауаптарымызды тексерейік. Өте жақсы. Жарайсыздар. Электрондық оқулықта 7 дұрыс, 2 қате жауап көрсетілді. Бірақ балалар, сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Электрондық оқулықта жауап қате берілген. Енді балалар, есіңнен сақта айдарына назар аударайық. Айнымалы әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнінде өрнектің мәнін табамыз. Осы есіңе сақта айдарын басшылыққа ала отырып,
Оқулықтың 29 бетіндегі 4-ші тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындау алдында 2 топқа бөлінеміз. Оқулықтағы тапсырманы реттік баған бойынша бөліп орындаймыз. Бұл тапсырмада сен әріптердің берілген мәнде бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін таба аласың. Өрнекті түрлендіру және әріптердің берілген мәнде өрнектердің мәнін таба аласың. Тапсырманы орындау алдында еске сақта қағидалары бойынша есімізге түсіріп, өрнектерді ықшамдап аламыз. Берілген әріп мәнін орнына қойып, өрнек мәнін табамыз. Ал балалар, іске сәт. Балалар, тапсырмаларымызды тексерейік. Бірінші өрнек бойынша өрнегімізді ықшамдап аламыз. Ол үшін жақшаның ішіндегі өрнектің мәнін табамыз. Сонда ықшамдау өрнегі 358А мен 237-ның қосындысы түрінде шықты. А-ның мәні 3 болғандықтан 358-ді 3-ке көбейтеміз. С-ның мәні 4 болғандықтан 237-ні 4-ке көбейтеміз. 358 бен 3-дің көбейтіндісі 1074. 237 мен 4-дің көбейтіндісі 948. 1074 пен 948-дің қосындысы 2022. Жауаптарымызды тексерейік. Жауаптарымыз дұрыс. Өте жақсы, балалар. Балалар, енді екінші өрнекке назар аударайық. Жауаптарын тексеріп қарайық. Бұл өрнекте айнымалылар бірдей болғандықтан қосылғыштарды қосып, өрнекті ықшамдап аламыз. Ықшамдау өрнегі 1272 С. С-ның мәні 4 болғандықтан 1272-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда өрнектің мәні 5088 болды. Жауаптарын тексерейік. Өте жақсы. Жауаптарыңыз дұрыс. Бірінші топ өте жарайсыңдар. Балалар, енді екінші топтың тапсырмасын тексерейік. Жауаптарын қарайық. Екінші топтың бірінші тапсырмасын ықшамдау үшін жақшаның ішіндегі өрнектің мәнін қосамыз. Сонда ықшамдау мәтіні 569 В мен 146 Д-ның қосындысы түрінде алынды. Бұның мәні 2 болғандықтан 569-ды 2-ге көбейтеміз. Екінші, 146 мен Д-ның көбейтісі түрінде болу үшін оған Д-ның мәні 5 болғандықтан Д-ның орнына 5-ті қоямыз, көбейтеміз. Сонда бізде мынандай өрнек шықты. 569 пен 2-ның көбейтісіне 146 мен 5-дің көбейтісін қосамыз. 569 пен 2-ның көбейтісі 1138. 146 мен 5-дің көбейтісі 730. 1138 бен 730-ның қосындысы 1868 шықты. Енді жауаптарымызды тексерейік. Жауаптарымыз дұрыс. Өте жақсы, балалар, жарайсыңдар. Енді келесі тапсырмамызды қарайық. Бұл тапсырмада бір ғана айнымалы мән берілген. Ықшамдау үшін жақшаның ішіндегі қосылғыштарды қосып аламыз. Сонда ықшамдау өрнегі олай болады. 2079 С мен 659 А-ның айырмасы. Енді әріпті өрнектің орнына мәндерін қоямыз. С-ның мәні 4 болғандықтан 2079-ды көбейтеміз.
Аның мәні 3 болғандықтан 659-ды 3-ке көбейтеміз. Сонда біздің өрнегіміз 2079 бен 4-тің көбейтісінен 659 бен 3-тің көбейтісін азайту шықты. 2079 бен 4-тің көбейтісі 8316. 659 бен 3-тің көбейтісі 1977. 8316 мен 1977-нің айырмасы 6339 болды. Енді балалар жауаптарымызды тексерейік. Жауаптарымыз дұрыс. Екі топ тең түсті. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар 4-ші тапсырманы пысықтау ретінде оқулықтың 31-ші бетіндегі 10-ші тапсырма үйге беріледі. Бұл тапсырмада сабағымызда алған білімімізді қолдана отырып, өрнектерді ықшамдап аламыз. Берілген әріп мәндерін орнына қойып, өрнек мәнін табамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.